Қайырлы таң Күнбастар бағдарламасының көрермендері. Бұл топ 7 айдары. Сіздермен мен Ринат Сатпаев. Сіздерге бақытты болудың 7 жолын айтып беремін. Ал кеттік. Бұл топ 7 айдары. Осылай айту керек те. 7-ші орында жаңалықтарды жиі қарамаңыз. Әсіресе оның ішінде шетел жаңалықтарын. Неге дейсіз ғой? Өйткені жер-жерде болып атқан атыс, шабыс, жарылыстар сіздің ойыңызды бұзуы мүмкін. Одан да Күнбастарды көріңіз. Все понятно. 6-шы орында жоқтыққа мән бермеңіз. Менде сағат жоқ, менде анау жоқ, менде мынау жоқ, қымбат ұялы телефон жоқ деп әр нәрсеге басты қатырмаған жөн. Қашанда позитивті көңілмен Күнбастарды көріңіз. 5-ші орында уайымшылықтан арылыңыз. Мына баланы қай балабақшаға беремін, қай үйірмеге қатыстырамын, тойды қай мейрамханаға жасаймын, анау досымнан жасалған той кем болмау керек деген сияқты адамның басына кірмейтін ойлар жоқ. Оның бәрін қойыңыздар. 4-ші орында әрдайым бақылауды тоқтатыңыз. Әрине, біреуді бақылап, біреудің сөзін бақылап, босқа уақыт құртқанша, одан да туған туысқандарыңызға, ата-аналарыңызға, жақындарыңызға сол уақытты жұмсаңыз. 3-ші орында өткенге үңіле бермеңіз. Өткен іс өтті, яғни енді алға қарай жүру керек. Мен баяғыда пәленшесінші жылы осындай күні осындай жасап едім. Соны бекер өйтіппін, басқа жерге оқуға түсу керек еді, или басқа мектепте оқу керек еді деген ойды бастан шығарып тастайық. 2-ші орында біреудің жақсы сөзін күтпеңіз. Егерде біреудің мақтағанын, біреудің жақсы сөз айтқанын сүйетін болсаңыз, ұнататын болсаңыз, сол кісіні қасыңызға жұмысқа алып, күнде сол сөзді тыңдап отырыңыз. Мен акцент дұрыс қоймай жатырмын просто. 1-ші орында ақшаға сенбеңіз. Ақшам жоқ, бензинім жоқ, жолға ақшам жоқ, барарға қыдыратын жерге ақшам жоқ десеңіз, онда қатты қателесесіз. Яғни бензинім жоқ деп бас қатырудың керек жоқ. Өйткені бұл ақша дегеніміз күнделікті тамақ ішіп жегенімізге, жүріп тұрғанымызға, тұрмыстық жағдайымызға ғана жұмсалатын нәрсе. Бақыт деген бөлек нәрсе. Міне осындай тізім. Бақытты болу үшін Күнбастарды көріңіз. Сау саламатта болыңыздар.